Өт қою немесе өттің қоюлануы, өттің құрамындағы су мен басқа заттардың мөлшерінің өзгеруі нәтижесінде өттің тым қою болуы. Бұл жағдай өт жолдарының, өт қабының немесе бауырдың дұрыс жұмыс істемеуінен туындауы мүмкін. Өт қоюдың белгілері көбінесе ас қорыту жүйесінің бұзылуымен байланысты болады. Өт қоюдың себептері: 1. Өт қабының қабынуы, холецистит. 2. Өт ас ауруы, холелитиаз. 3. Бауыр аурулары, гепатит, цирроз. 4. Өт жолдарының бітелуі немесе тарылуы. 5. Құрамындағы майлар мен холестериннің көп болуы. 6. Дұрыс емес тамақтану, құрамында майлар мен холестерин көп тағамдар. 7. Сұйықтықтың жетіспеушілігі, суды аз ішу. 8. Қозғалыс белсенділігінің аздығы. Өт қоюдың белгілері: 1. Құрғақ ауыз және шөлдеу. Өттің қоюлануы ағзадағы сұйықтықтың жетіспеушілігінен туындауы мүмкін. Бұл құрғақ ауыздың пайда болуына және жиі шөлдеуге әкелуі мүмкін. 2. Ас қорыту проблемалары. Қиындықпен ас қорыту. Кекіру немесе қышқыл дәмнің пайда болуы. Іштің ауырсынуы немесе кебуі. Іштің оң жақ бөлігіндегі ауырсыну, өт қабының ауруы. 3. Тері мен көздің сарғаюы, сары ауру. Егер өт жолдары бітеліп қалса, өттің ағзаға дұрыс бөлінбеуі мүмкін. Бұл терінің және көздің сарғаюына әкеледі. Бұл жағдай медициналық көмек талап етеді. 4. Нәжістің түсінің өзгеруі. Өттің дұрыс бөлінбеуі нәжістің түсінің өзгеруіне, әсіресе ақшыл немесе саз тәрізді болуына әкелуі мүмкін. Бұл өттің жеткіліксіз шығарылуын көрсетеді. 5. Жүрек айнуы және құсу. Қолайсыздық немесе ауырсыну асқазандағы өттің дұрыс шығарылмауынан туындауы мүмкін. Бұл жүрек айнуына және құсуға алып келуі мүмкін. 6. Іштің оң жақ жоғарғы бөлігіндегі ауырсыну. Өттің қоюлануы өт қабының жұмысын бұзады. Бұл іштің оң жақ жоғарғы бөлігінде ауырсыну немесе ыңғайсыздық тудырады. Бұл ауырсыну кейде өткір болуы мүмкін. 7. Іш қату немесе диарея. Өттің қоюлануы асқазан мен ішекке әсер етеді. Бұл іш қатуға немесе керісінше диареяға алып келуі мүмкін. 8. Қалтырау және дене қызуының көтерілуі. Егер өттің қоюлануы инфекция немесе өт қабының қабынуына келсе, онда дене температурасы көтерілуі және қалтырау байқалуы мүмкін. 9. Қанның құрамы өзгеруі. Өттің дұрыс бөлінбеуі қанның құрамын өзгертуі мүмкін. Бұл бауырдың дұрыс жұмыс істемеуінен туындайды. Қандай жағдайда дәрігерге қаралу керек? Егер өттің қоюлануының белгілері байқалса, әсіресе терінің сарғаюы, іштің қатты ауырсынуы, қызба немесе жүрек айнуы мен құсу сияқты симптомдар пайда болса, дереу дәрігерге қаралу керек. Бұл белгілер өт жолдарының бітелуі, өт тас ауруы немесе басқа да ауыр жағдайлардың белгісі болуы мүмкін. Өт қоюды емдеу жолдары. 1. Диета, майлы, қуырылған, тұзды тағамдардан аулақ болу, көбірек көкөністер мен талшықты тағамдарды жемізді. 2. Суды көп ішу, сұйықтықтың жетіспеушілігін болдырмау үшін күніне жеткілікті мөлшерде су ішу керек. 3. Дәрілер, дәрігер өттің қоюлануын емдеу үшін арнайы препараттар тағайындауы мүмкін. Мысалы, өт өндіруші дәрілер немесе өт жолдарын кеңейтетін препараттар. 4. Хирургиялық араласу. Егер өт жолдары бітеліп қалса, немесе өт тас ауруы болса, хирургиялық операция қажет болуы мүмкін. Өт қою жағдайы ағза үшін өте маңызды мәселелерге байланысты болғандықтан, симптомдар байқалса, дер кезінде дәрігерге жүгіну өте маңызды.